Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілінен біз бүгін балалар септіктерді оқитын боламыз. Қазақ тілінде жалпы 7 септік бар. Бұл септіктер сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғаулар. Яғни осы жалғауларды септік жалғаулар деп атаймыз. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі деп айтамыз. Сол 7 септіктің балалар әрқайсының өзіне тән сұрақтары бар. Сол сұрақтарды қоя отырып, жәнегі сөздердің қай септікте тұрғанын анықтауға болады, немесе берілген сөзді септеп жазуға болады. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмектес септік. Атау септіктің сұрағы балалар кім, не? Бұл жерде ешқандай жәнегі сөзге жалғау жалғанбайды. Мысалы, кім, не? Кеме деген сөзді балалар септейтін болсақ, не, кеме. Ілік септік, кімнің, ненің деген сұрақтар бар. Яғни кеме деген сөзге сұрақ қоямыз. Ненің, кеменің. Міне балалар, жәнегі қосымшасы ның болады. Барыс септік, кімге, қайда, неге? Неге бару? Кемеге. Яғни балалар мына жерде ге деген жалғау бар екен. Табыс септік, кімді, нені? Кемені. Ні деген жалғау беріліп тұр. Жатыс септік, кімде, неде? Кемеде. Шығыс септік, кімнен, неден? Кемеден. Көмектес септік, кіммен, немен? Кемемен. Бұл жерде балалар, сендер жәнегі өздеріңе оңай жаттау үшін сұрақтарын, мына септіктерді етістікке айландырып алуымызға болады. Мысалы, барыс септігін бару. Қайда бару? Кімге бару? Неге бару? Немесе табыс септігін табу. Табу. Кімді табу? Нені табу? Сол сияқты жатыс септігі жатыр. Кімде, неде жатыр? Кімде жатыр? Неде жатыр? Столда жатыр. Немесе тағы да қалай? Кез келген мысалы сөмкеде жатыр деген сияқты сөздерді қолдануымызға болады. Келесі, шығыс септік, кімнен, неден? Шығу дейміз, иә? Кімнен шығу? Неден шығу? Дорбадан шығу. Немесе мұғалімнен шықты, мұғалімнен шығу, досымен шығу. Бұл көмектес септік. Кіммен? Досымен. Немен? Күрекпен жұмыс істеу, мысалы. Немен жұмыс істеді? Күрекпен. Көмектесу, яғни бұл жерде жәнегі көмектесуді білдіреді. Балалар, қазақ тілінде осы 7 септіктің сұрақтарын жаттаймыз, одан кейін септеп үйренеміз. Алдағы уақытта сендер әр септікке жеке-жеке тоқталатын боламыз. Әр септікке жәнегі бір-бір сабақтан берілген, сондықтан біз толықтай 7 септікті жатқа білетін боламыз.